Енді осын жақсылап жіліктеп тастамадық па? Мен саған жұмыс берейін ға. О, менің арландарым келді. Мал! Осы дүниедегі ең жол болмайтын сорлы адам сен шығарсың. Дұрыстап сөйле. Менен басқалар да бар негіз. Я басқалар бар. Машинаңдан ау жоғалттың, қарызға әбден баттың, ішетін, жейтін дымың жоқ үйіңде. Кеше ана сіңірме бір нәрсе бері жерін десем қолына ұстатып, тас та жоқ. Не дейсің, не дейсің? Мен осылай әдейі істеп жүрмін ба? Осы семьямыз жақсы болып кетсін деп жүрмін ғой мен. Жасап жүрсіңдер. Ана қасыңдағы жексұрын екеуің бар ғой, кішкентай бала ұқсап жүрістерің анау. Еще отырып алып өкіметті жамандап қоясыңдар ғой. Сен сияқтылар да осы өкіметке әбден масыл болып отқан. Сен дұрыстап сөйле, түсіндің ба? Сен одында жұрттың қатындарға ұқсап поддержка бермейсің ба? Қайрат Нұртастың ба поддержка сұрайтын, концертте тұрған жоқсың. Қуа бермесең, короче. Ана басқа әйелдерді қарасы, күйеуінің айтқанынан шықпайды. Не десе сол болады. А сен ше, күніге жылан құсап, кобра құсап, басын қақшаңнап, қан ішкеннен басқа дым білмейсің. Сен ана жұрттың қатындарын айтқанша, сен жұрттың күйеулерін айт алдымен. Ақшаны табуындай табады, бала шағасын асырап отыр, әйелдерін үлдемен бүлдеге орап отыр. Әттең бұндай боларын білгенде бар ғой. Не істейтін едің? Не істейтін едің? Басқа біреуге тиетін бе едің? Я, тиіп алатын едім. Зато бүйтіп қиналып жүрмейтін едім да мен. Тисе онда бар, ти. Әлі де кеш емес, ти бар. Бұл тем, сенің малайың болып жүргенше тиіп алам. Ти бар, құры бар. Миша, жүр кеттік. Қайда? Машина іздеп жүр. Бармаймын. Бармаған нес? Әйелім кетіп қалды үйден, Жасик. Білесің бе, мен қолымнан түк келмейтінін біліп кәдім, кетіп қалды үйден. Кетіп қалған нес? Кәдімгідей кетіп қалды. Кинода көріп жүрсің ғой солай. Кетсе келеді ғой, ашу басылғаннан жүрсе кетіп болды. Ашу басылмайды оны. Негізі екеуміздің жүргеніміз дұрыс емес шығар, Жасик. Қалай? Кәдімгідей. Сен өз жолыңмен, мен өз жолыммен деген сияқты ғой. Екеуміз жүрсек үнемі бірдеңе орнамызда жүреміз ғой. Соның кесірінен көріп тұрсың не болған? Кән сен, ойбай, өлгенше біргемін, қасыңда жүрем, даканса ғой деген әңгімен бәрі сонда пустой ма? Жасик, достыққа ренжуге болмайды екен, достың да амалы таусылады екен. Ол да сенен шаршайды екен. Мына ажырайын деп емес, өмірдің өзі ажыратады екен ғой. Кешір досым, я бармын. Білә, мен сенің бар ғой, именно осындай қиын сәтте тастап кететін ішім сезгенше. Ішің сезсе де, көтің сезсе де, кешір досым. Мал. Келін, сен жылама, селің шығады, жылама. Өлаға, сіз сөйлейсіз ба не? Анда-санда енді сөйлеп тұрам өзім, солай. Ойбай, төбемнен тура жай түскендей болды ғой. Әріптеріңіз әлі новый шығар, Неге? Енді анау ұзақ уақыт бойы сөйлемей, әбден іштен жиналып тұрғанға новый болмағанда не болады? Енді келін сен жылама. Енді біздің балада енді шамалы қателесіп ұрып қалды. Енді сен жақсы келінсің, енді сен. Енді келін, онда түсінуге болады енді келін. Қашанға түсіне берем аға? Түсініп болдым ғой осы уақытқа дейін. Касяққа кіріп кеткенбіз әбден, қарыздарымыз бастан асады. Мынау қыз болып, алғашқы келін болып түскен кезде мына киген көйлектерімді әлі киіп жүрмін мен. Жүрісіміз мынау жұпыны, қарашушты арада бала жоқ. Енді келін бақытты болу оңай емес. Бақытты келін болу да оңай емес енді. Енді Алланың сынағына көне білу керек енді. Енді бақытты болу үшін әрқашанда енді... Аға, ол бар ғой, мен бекерден бекер ұрған жоқ. Неге? Оның басқа біреу бар. Ол сол үшін ұрды мен. Жо, ондай емес. Енді ол да жаңағы проблемалары көп. Отбасын қалай асырасам деп жүр ғой енді. Онда түсінуге болады енді. Қайдам. Бос па, кіруге бола ма? Кіруге отыруға бола ма? Неге келдің?
сол жаңа. Аяғың жудың ба? Жудым я, азанмен жудым. Ай, өтірік соқпа, мүңкіп тұр. Қош. Аяқ киімді азанмен. Неге келдің? Жаңа неге енді. Аталарым айтады. Аталарың айта ма? Мен айтпай қойым ба ештеңе? Машинам жоғалттың ба? Қаяқтан білдің оны? Ай, топас, айттым ғой сан аталарың білет деп. Қош, база жоқ. Біраз нәрсені біледі екен аталарың. Ана, алаяқтарды сұрашы, солар қаяқта екен сұрашы. Қашып кеткен дейді. Қашып кеткен? Қаяқ қашып кеткен олар? Білмеймін дейді. Білмеймін дейді? Немене бөліғым? Жаңа ғана бәлем, бәрін білгіш болыр. Қандай ақпарат бұл? Мен тек аталарым айтқан жеткізем. Өзің ештеңе білмейсің ба сонда? Тек аталарың жеткізесің ба? Почтальонсыз ғой. Сенің көлігіңді бір жақын туысың сақалды алып кеткен дейді. Қумаңыз ше, ешқандай да сақалдап кеткен жоқ. Еще немене біледі? Тәуіптің бәрі осындай ма? Жақын туысқаның, жақын жерде жүрген адамың деп айта салады. Ертең жүреміз сол, нефтеміз солардан күдіктен. Басқа идея айтыңызшы, ұнамайды ондай. Түй тоңбаған! Сен маған сенбей тұрсың бей? Жолын жауып тастаймын қазір. Өбе жапсаң жаба берші, итак жабық тұр. Адам сонша қорқытып. Ей! 5 теңге тастап кет. Немеге тастаймын? Сен не, өтірік айтқаныңа ма, или ұрғаныңа ма? Ей, оңбаған, тастап кет деймін. Тастамаймын. Сен дымды айтқан жоқсың ғой, аталарың айтып отыр ғой. Ито аталарыңда Каспий жоқ шығар, менде Каспий. Ай! Тастамаймын. Аға, осы неге осы уақытқа дейін әлі үйленбей жүрсіз? Мен үйленем деп бір қызбен сөз байластым. Бір-бірімізді сүйдік. Енді үйленеміз ба деп атқан кезде бір бай жігіт тауып алды да тұрмысқа шықты да кетті ғой. Содан қыздардан көңілім қалды. Сонда ол қыз сізді вообще жақсы көрмеген бе? Жақсы көрсе жақсы көрген шығар. Білесің ғой, қазіргі заманда адамнан гөрі ақшаны жақсы көреді қазір қыздар. Енді дұрыс қой, ақша деген керек. Бірақ енді бір жағынан ақша болмаса да осындай жағдайлар көп болып кетеді ғой, ұрыс керіс деген сияқты. Енді адамға ақша өмір сүру үшін керек. Бірақ ақша үшін өмір сүрмеу керек та. Қайнаға, Омар Қаямнан кем емессіз, я тұнып тұрған кәдімгі. Бірақ дұрыс айтасыз, бір жағынан, я. Сондай болса сондай. Eba, this dude was a good. Oo, koke. Hoş görüpüz. Ишак! Машинаға не? Машина? Ya, блядь. Сен әлі көп нәрсе білмейді екенсің. Түсінбедім, нені білу керек? Бұл істің артында кім тұрған білмейді екенсің сен. Не оттап тұрсың, Не сол, кім ол? Қазір түсінесің. Алып кірінде. Сука! Туда, түсінесің? әлде
есімде сағынып туыңай құшақтата алмаймын өкінішке орай енді ештеңе де бұрынғыдай болмайды қайта қосылғаннан гөрі менің қазіргі жалғыздығым